Жылдам ақпараттарда көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматыда демалыс күндері жәрмеңкелер өтеді. Алматыда әр сенбі және жексенбі күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін демалыс күндерінің жәрмеңкелері өтеді. Бұл Алматы мен Алматы облысының тауар өндірушілері мен фермерлері қала тұрғындарына 700-800 тоннаға дейін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік пен ауыл шаруашылығы өнімдерін ұсынатын уақытша сауда алаңдары. Дайын өнімдердің бағасы Алматы қаласының орташа нарықтық бағасынан 10-15% төмен. Апта сайын жәрмеңкелерге 300-ге жуық сатушы қатысады, да ал келушілер саны 28 мыңнан асады. Мұнда жаңа сойылған ет, көкөністер, жемістер, сүт өнімдері және басқа тауарларды сатып алуға болады. Жәрмеңке өтетін мекен-жайлар: Алмалы ауданы, Масанчи көшесі, Айтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы; Әуезов ауданы, Өтеген Батыр көшесі, Абай даңғылынан төмен; Бостандық ауданы, Қазақфильм шағын ауданы, Әл-Фараби даңғылынан жоғары; Медеу ауданы, Меңдіқұлов бульвары, Бектұров көшесі. Жақында жәрмеңкелер жаңғыртудан өтті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.